يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Әрбір мұсылман үшін Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың кім екенін, оның өмірбаянын білу дін негіздері мен шариғат талаптарын дұрыс ұғынып, түсінуге ықпал ететінін күмән жоқ. Мәселен, бәріміз білеміз, тәпсір ол Құранды зерттейтін ғылым саласы. Құранды зерттеу тек араб тілін білумен шектелмейді. Ғалымдардың айтуынша, тәпсір жазатын адам оннан аса ілімді терең игеру керек. Оның ішінде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың өмірбаянында кіреді. Себебі оны жетік білмеген адам кез келген аяттың түсірілу себебін анық қанды түсіндіріп бере алмайды. Ал сәйкесінше ол болмаса аятты толық түсіну мүмкін де емес. Бұл бір ғана тәпсір іліміне қатысты. Хадис ілімі жайында да дәл осылай айтса болады. Демек, пайғамбарымыздың өмірбаянын білу мұсылман қауымы, соның ішінде әсіресе дін саласының мамандары үшін міндетті іс. Оның өмірбаяны ислам дінімен өте тығыз байланысты. Ол екеуін ажыратып қарастыруға болмайды. Бүгінде осындай адамзаттың асыл тәжіне айналған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын мұсылмандардан бөлек өзге дін өкілдері де зерттеуге атсалысып келеді. Соның бірі американдық жазушы Майкл Харт. Ол өзінің әлемде ең ықпалды 100 ұлы тұлға деген кітап жазып шығарған. Осындай беделді тұлғалардың ішінде автор өзі христиан дінінің өкілі болса да, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарды ең бірінші кезекке қойған. Одан бұның себебін сұрағанда, ол былай деп жауап берген: "Иә, менің Мұхаммед пайғамбарды 100 адамдардың ішінде ең бірінші кезекке қойған әрекетіме бірі таңданып жатса, екіншісі тіпті ашуланып қарауы да мүмкін." Алайда тарихи шындыққа тіке қарау керек. Мұхаммед ол сауаты төмен бола тұра, діни және зайырлы қоғамда өте ықпалды кісі болғанына ешкім жоққа шығара алмайды. Оның қол жеткізген жетістіктері таңғаларлық. Соның бірі әлемдік дін исламды халық арасына таратып, оның артынан ерушілердің саны бүгінге дейін ұдайы ұлғайып келеді. Әлемде христиан дінін ұстанушылар мұсылмандардан 2 есе көп болғанымен, Мұхаммедті Исадан бұрын қойғаным кездейсоқ емес. Мұның басты 2 себебі бар. Біріншісі, Мұхаммед ислам дінін таратуда өте ауқымды рөл сомдады. Ол бір өзі дінді таратумен қоса мұсылман мемлекетін құрды. Оның алып келген дінін адамдардың барлығы өз өмірлерімен тікелей байланыстыра бастады. Сонымен қатар Мұхаммед Құранды алып адамдарға толық түсіндірді. Ал Иса болса, ол христиан дініне тек моральды қасиеттер мен философияны ғана енгізді. Шын мәнінде христиан дінінің таралуына үлкен септігін тигізген Исадан бұрын қасиетті Павел еді. Сондай-ақ Мұхаммед ол әке болған, ол отбасын құрған отағасы болды. Мұхаммед әскер басқарып, майданда шайқасқан жауынгер болған. Керек десеңіз, Мұхаммед Мәдинада қоныс аударғаннан кейін мұсылман мемлекетін құрып, оны басқарған. Осындай сипаттардың барлығы Исада болмаған. Ол әкеде, күйеуде болмады. Мемлекет басқармақ түгіл, ол әскерде басқарған жоқ. Екіншіден, Мұхаммедтің әрбір сөзі, қимыл әрекеті жіті бақыланып, кітап бетіне түсіп, бүгінге дейін оқытылып келеді. Оның қалдырған сөздері мен өсиеттері әрбір мұсылманның өмірінде үлкен рөл атқарады. Ал Исаның артында мұндай қалдырған амалдар жоқтың қасы. Сондықтан бұл тұрғыда Мұхаммед пен Исаның арасындағы айырмашылықтар жер мен көктей. Сол үшін мен Мұхаммедтің барлығынан жоғары әлемде ең ықпалды 100 адамның ішінен бірінші етіп таңдадым. Сонымен қатар әлемге аты шыққан батыстық жазушы Джордж Бернард Шоу асыл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы былай деген: "Егер қазіргі заманда Мұхаммед келіп билікке отыратын болса, ол барлық әлемдік түрлі проблемалардың шешімін табатынына күмәнім жоқ. Осы арқылы ол барша адамзатқа қуаныш сыйлап, халық арасында бейбітшілік жалауын желбіретуші еді." 1927 жыл шыққан Cassell's Weekly журналында былай делінеді: "Мұхаммед Мәдинаға қоныс аударып келгенде небәрі 1 жылдың ішінде рухани, моральды биік еңселі мұсылман мемлекетін құрды. Оның қолында бүкіл әлемді басқаратын тізгін болды." Иә, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жетім болып Меккеде өмір сүрді. Туған жерінде көрмеген қорлықты көрді. Өзінің адамдары оны мазақтады, балағаттады, ұрды, соқты. Кейін ақырында туған жерінен қашуға мәжбүр болып Мәдинаға қоныс аударды. Арада 23 жыл өтіп, жаратқан Жаббардың қолдауымен өзіне қарсы шыққандардың алдына ұлы тұлғаға айналып, жеңіске жетті.
Кейін Меккеге қайтып келіп, қаланы ашқан уақытта кезінде өзіне қорлық көрсеткен, балағаттаған, ғайбаттаған жерлестерінің барлығын бір сәтте кешіріп, олардан кек алып қол көтермек түгелі ауыр сөзді айтпады. Себебі ол өзінің өмірге келгендегі мақсатын нақты әрі жақсы білетін. Ол барша адамзатқа рахым етіп жіберілген еді. Ал ондай кеудесіндегі рахымы бар адам ешкімге қиянат жасауы әсте мүмкін емес. Осындай кеңдіктің, мейірімділіктің, игіліктің арқасында ислам халықтың арасында тез тарап, көпшіліктің көңілінен шықты. Бұл пайғамбарымыздың бір ғана адами қасиетінің арқасында болған жағдай. Егер пайғамбардың мінезі қатты болғанда, оның жанындағы бірде-бір адам болмас еді. Бұл жайында Құранда нақты айтылған. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Егер сен тұрпайы әрі қатал жүректі болғанда, адамдар маңайынан қашып кетер еді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өте әділетті жан еді. Ол өзінің отбасын немесе өзінің жанында жүрген адамдарды ешқашан біреуден артық қойып ерекшелеп отырмаған. Ол барлығына бірдей қарайтын кісі болды. Ешкімді алаламайтын. Керек десеңіз өзге дін өкілінің ақысын қол астындағы мұсылманнан алып беретін. Осылайша ол ешкімді бөліп жарып, кемсіту дегенді білмейтін. Осындай әділдіктің арқасында оның аты тарихта алтынмен жазылып, сақталып отыр. Адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар күнделікті өмірінде ешбір адамға, мейлі ол қызметшісі болсын, әйелдері болсын, достары мен жақындары болсын, оларға қол көтеріп, тіпті тілмен сөккенде емес. Оған ұзақ жылдар бойы қызмет еткен Анас ибн Малик пайғамбарымыздың кеңпейілдігін келесідей сипаттаған. Мен Аллах елшісінің жұмсақтығына тең келетіндей жұмсақ нәрсе көрген емеспін. Және Аллах елшісінің бойынан шыққан жұпар иісті ешбір жерде кездестірген емеспін. Мен оған 10 жыл қызмет еттім. Сонда мен бір нәрсе істемесем, мұны неге істемедің деп айтқан емес. Және де егер мен бір нәрсе істесем, сен бұны неге істедің деп те айтқан емес. Ол сондай өзгелердің жағдайын үнемі ойлайтын болған. Ол өмірде жетімдердің басынан сипаған, науқастардың жағдайын сұраған, еңсесі мен көңілі түскендерге қолдау көрсеткен, кедей болса да ұдайы зекет берген, әйелдердің жағдайын ойлап өз киімдерін жуған, үй шаруасымен айналысқан, дін туралы үкімдер мен амалдарды мұсылмандарға үйретіп отырған, және тағы басқа осы секілді амалдардың барлығын жасай отырып, түнде тағажуд намазында 4-5 сағат бойы тұрып құлшылық жасаған. Осылай көп құлшылық еткені сонша, бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түнде намазда тұрғанда аяғы ісіп кетеді. Оны көрген Айша анамыз оған жаны ашып, "О Аллахтың елшісі, жаратқан Жаббар сіздің күнәңізді кешіргенін біле тұра, неге осынша өзіңізді қинап құлшылық етесіз?" деп сұрайды. Сонда асыл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, "Уа Айша, мен шүкіршілік етуші құлдардан болуым керек. Егер сендер менің білетінімді білгендерінде аз күліп, көп жылар едіңдер" деген еді. Сонымен қатар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар Аллахтың жер бетіндегі міндетін атқарушы уәкілі, исламды таратушы тұлға, мұсылмандардың тәрбиешісі, түрлі жорықта әскер басшысы, өзге елдермен байланыс орнатушы дипломат, отбасында үлгілі отағасы, әлеуметтік мәселелерді шешуші қазы, дінді үйретуші ұстаз, әрі Мәдинада ислам мемлекетінің негізін қалаушы ұлы тұлға ретінде артынан өшпес із қалдырды. Өмірде қанша қиындықты көрсе де, жоғарыда аталған мұндай көптеген жауапкершілігі бар қызметті еш мұңаймастан, күрсінбестен жүзі әрдайым күлімсіреген күйі толық атқарып шығу таң қаларлық дүние емес пе? Енді айтыңызшы, мұндай аталған қызметтерді қарапайым адам жасай алады ма? Әрине жоқ. Бірақ ол өмірде сондай қарапайым адам болған. Бір күні Византия императоры Геракл мен Абу Суфиян арасында пайғамбар туралы мынандай әңгіме өрбиді. Геракл патша жаңа шыққан пайғамбар жайында нақты мәлімет алу үшін Шам өлкесінде сауда-саттықпен айналысып келген меккеліктерді құзырына шақырады. Патша бұйрығына сәйкес құзырына меккеліктерді алып келінеді. Сол кезде Геракл пайғамбарға туыстық жағынан ең жақыны кім деп сұрайды. Сонда Абу Суфиян мен деп жауап беріп бір қадам алға шығады. Геракл патша Абу Суфиянға қарап, өз араларында оның шыққан тегі қалай бағаланады деп әуелгі сұрағын қояды. Абу Суфиян ол өте текті жерден шыққан деп жауап береді. Геракл ата-бабаларының арасында үлкен мансапқа, салтанатқа ие болған байлар бар ма деп сұрайды. Абу Суфиян жоқ деп жауап береді.
Геракл пайғамбарлық келгенге дейін жалған сөйлеген кезі болды ма дейді. Абу Суфиян оның жалған сөйлегенін ешқашан естімедік дейді. Уәдеден тайқып сертін бұзғанын көрдіңдер ма деп сұрайды Геракл. Сонда Абу Суфиян жоқ, бүгінге дейін болған емес деп жауап береді. Сол уақытта Геракл осы уақытқа дейін адамдарға жалған сөйлеуден бойын аулақ ұстаған жанның енді келіп хақ тағаланың турасында жалған сөйлеуі әсте мүмкін емес деген екен. Бұл адамдардың арасындағы пайғамбарға берген шынайы бағасы еді. Ал Құранда ше, жаратқан Жаббар ол туралы бірнеше жерде сипаттап кеткен. Соның бірі «Уарафа'на лака зикрак», сенің абыройыңды, даңқыңды көтермедік пе? Бұл аятқа зер салатын болсақ, расында асыл пайғамбардың абыройы барша адамзаттан үстем екенін көреміз. Тәпсір ғалымдарының айтуынша, жаратқан Жаббар мұсылмандардың жүрегінде Аллах тағаладан кейін екінші кезекте Мұхаммед пайғамбарға деген махаббатты орнықтырып қойған екен. Оның бір ғана Мұхаммед деген атының өзі тұтастай ислам дінімен тікелей байланысып қалған. Бір ғана мысал, жер бетінде күнделікті 5 уақыт намазда азан айтылғанда міндетті түрде «Ашхаду анна Мұхаммаду Расулуллах», яғни Мұхаммед Аллахтың елшісі екеніне куәлік беремін деп айтылады. Онсыз азан дұрыс болмайды. Сол секілді, енді намазға тұрып оны аяқтау кезінде отырғанда «Аллахумма салли аля Мұхаммед» деп оған салауат айтып намазды аяқтайды екенбіз. Онсыз намаз түгел болмайды. Намаздың алдын дәрет алудың өзінде пайғамбардың сүннетіне сәйкес алу міндет болады. Бұған қоса үлкен қажылық парызын өтеу кезінде де пайғамбардың жасаған сүннет әрекеттерін жасау арқылы қажылық амалы толық болады. Демек жаратқан Жаббар өзіне құлшылық етумен қатар пайғамбарды да әрдайым өзімен қоса ескеруді, оның жасаған амалдарын орындауды мұсылмандарға міндет етіп қойған. Онсыз құлшылығымыз да толық емес, иманымыз да кәміл болмайды. Осылайша жоғарыдағы сенің абыройыңды, даңқыңды көтермедік пе деген аяттың астарында ардақты пайғамбардың аты қиямет қайымға дейін ескеріліп, мұсылмандардың тілінде үздіксіз жаңғырып тұрады деген мағына жатыр. Ал жаратқан Жаббар оның мінез құлқын бір ғана аятпен нақты баяндаған. «Ва иннака ла'ала хулқин азим», расында сен ұлы мінезге иесің. Ендеше адамзаттың асыл тәжі осыншама дәрежелі ұлы тұлға болғанымен, ол өмірде барынша қарапайым адамдардың арасында жұрт секілді жатық шапан киіп, жұрт секілді қатқан нан мен кепкен құрма жеп, кедейлікте өмір сүрді. Өйткені ол үшін бұл өмірдің өткінші әрі уақытша екенін жақсы білетін. Осындай қарапайымдылық өмір салтын кешкен ол жаратқан Жаббардың «Вал ахирату хайру ва абқа», ақырет күні барлығынан қайырлы әрі тұрақты деген аятын жақсы бойлап білген еді. Жер бетінде оған тең келетін адамдар жоқ және болуы да мүмкін емес. Әлемге аты шыққан Конфуций, Александр Македонский, Гаутама Будда, Наполеон Бонапарт, Махатма Ганди, Король Фердинанд, Джордж Вашингтон, Альберт Эйнштейн және тағы басқа барлығын қосқанда да жетімдікте өскен, мектептен арнайы білім алмаған, әрі ешкімге керек емес шөл далада ерекше өркениет құрған Мұхаммед пайғамбармен салыстыру мүмкін де емес. Оның бүгінге дейін бірде-бір суреті мен бейнесі сақталмаса да, оны ешкім көрмесе де әлемде 2 миллиардқа жуық мұсылман пайғамбарды өзінен артық жақсы көреді. Себебі ол адамның емес, Аллахтың қалауымен келген ұлы тұлға еді. Және ол адамзат тарихында теңдесі жоқ жалғыз тұлға болып қияметке дейін қала берері сөзсіз. Ендеше ағайын, оған Аллахтың сәлем мен игілігі болсын деп әрдайым оған салауат айтуда сараңдық танытпайық.